Passat B3 нағыз халықтың көлігі. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қайтадан Abzik Motors. Бүгін біз сіздермен еліміздегі талай отбасына асырап жүрген қарапайым халықтың ең сүйікті көліктерінің бірі болып табылатын нағыз шаруа көлігі, ешек машина деп айтсам да болады, Passat B3 туралы әңгімелесетін боламыз. Ендеше менің каналыма тіркеліп, лайк қалдырып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Бұл көліктің халықтан жинаған махаббаты мен сыйластығы ондаған жылдар бойы егесіне ләм демей қызмет еткендігімен дәлелденіп тастаған айдан анық. Passat'тың әрқайсының өз тарихы бар. Осы уақытқа дейін әртүрлі отбасыда, әртүрлі адам сенгісіз қиыншылықтарды бастан өткергендігімен де әлі күнге дейін талмай қызмет етіп келеді. Passat'тың кузовы. Жігіттер, әңгімені кузовтан бастайық. Passat B3-ке 30 жылдан астам уақыт өтсе де, әлі күнге дейін елімізде жаман емес жағдайда сақталған Passat'тар жиі кездеседі. Бұл яғни кузовтың коррозияға жақсы төтеп беретіндігін бізге дәлелдеп тұр. Халық арасында Passat'ты да Audi'лер секілді цинкталған ба, яғни оцинкованный ма деген сөз таластар көп кездеседі. Volkswagen'ның құжаттарын ақтарып отырып, мынандай қағазға көзім түсті. Бұл жерде Venta, Golf және Passat'тың кузовтары цинкталған туралы көрсетілген. Бірақ та толықтай цинкталған емес екен. Осыған орай қазіргі Passat'тардың жалпы кузов жағдайын, егесінің қалай қарағандығы мен жалпы көліктің қатты соққы көргендігіне қарай баға бере аламыз. Ең бірінші осал тұстары ол әрине көліктің асты, порогы, аркалары бірінші шіріп бастайды. Жылдан жылға ол проблема тек ұлғая түседі. Сондықтан көлігіңіздің кузов жағдайына жыл сайын мән беріп жүрулеріңіз абзал болады. Passat'тың тағы бір ауруы ол есік ашқыштары болып табылады. Әсіресе таксовать етіп жүрген Passat'тар әйел кісілердің ебедейсіз есік ашу салдарынан есіктерінен дым қалмайтындарын өздеріңіз байқаған болған шығарсыздар. Қазекеңдер көбінесе Passat'тың универсалын өте қатты жақсы көреді. Осы универсал Passat секілді қорлықты ешқандай көлік көрмеген болар сірә. Ондай қорлықты адам тілімен салыстыратын болсақ, Passat универсалды әйгілі гулаг азабына түскен тұтқын секілді көремін. Осыдан кейін Passat'тың кузовы ана жер анандай, мына жер мынандай екен деп айтуға жүрегім шыдамайды. Қалай жамандайсың бұл көлікті? Ал жігіттер, егер де осы универсал Passat'пен болған қызық жұмыстарыңыз болса, бір қызық оқиғалар болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал енді жігіттер, Passat'тың рөлдік басқаруы мен подвескасына тоқталып кетейік. Алдында айтылғандай, бұл көлікті жұмысқа салу барысында тек кузов қана емес, сонымен қатар жүріс бөлігі де өте үлкен сынға алынады. Қуанышқа орай көліктің подвескасы өте мықты және қарапайым болып жасалған. Қазақтарға керегі де осы емес пе? Мені ең қатты қызықтырғаны шарвылардың қалай оңай ауыстырылу мүмкіндігін айтар едім. Мына рычагтың суретіне қарап-ақ шарвылардың бекітілген жерлері қалай қарапайым және ыңғайлы болып жасалған байқасаңыздар болады. Алдыңғы подвескада ешқандай қиыншылықтары жоқ. Passat B5 Passat'тың яғни көп рычагты подвескасымен салыстырғанда өте қарапайым болып келеді. Яғни оны жақсы қалыпта ұстауға сізден көп ақша шықпайды. Ал артқы подвескасы мүлдем қарапайым. Артқы балкалы подвеска ең қарапайым және ұзаққа шыдайтын модификация болып табылады. Артқы бөлігінде көбінесе стойкалар мен пружиналардың шаршауын айтсақ болады. Әсіресе универсалдарда. Қалада арты билеп жүрген Passat'тарды соның арқасында өзім көп көремін негізінде. Салимблоктар мен ступица подшипниктеріне де мән беріп қоюды ұмытпаңыз. Passat'тар тек қана алдыңғы емес, сонымен қатар толық жетекті болып та шығарылған. Бірақ бізде ондай модификация өте аз кездеседі. Привод әрдайым толық емес, яғни қосылмалы. Толық жетегі синкро деп аталады. Артқы бөлігі вискомуфта арқылы іске қосылады. Ал егер рөлдік басқаруға келсек, ол жерде тек тяга мен наконечниктерді ауыстыру барысында проблемаларды айта аламын. Жалпы рулевой рейкасы TRV және ZF болып бөлінеді. Олардың ұзындықтары әртүрлі. Гурмен және гурсыз деген сияқты.
ремонт барысында алынған орнына қайта салынбай қанды шығуы мүмкін. Сондықтан рөлдік басқару жұмыстарында қосалқы бөлшектерді тек абразеспен алуыңызға кеңес беремін. Енді тежеу системасына келейік. Тежеу системасы әртүрлі болып келеді. Төменгі комплектацияларда артқы тежегіштер барабанды болып келеді. Тежеу системасында атап айтарлық проблема жоқ. Проблема тек көліктің ескіруінде. Трубкалардың саулығы, калдуның дұрыс жұмыс істемеуі, системаның тот басуы деген сияқты болмаса. Салон және электрикасы. Бастапқыдан-ақ Passаттың салоны өте сапалы материалдардан жасалған. Орындықтардың жайлылығы және әртүрлі комплектациялары көз қуантады. Тіпті бай комплектациялар сізді комфортпен таң қалдыруы мүмкін. Салонда орын өте көп. Өндірушінің айтуы бойынша салонда 2 метрден астам орын бар. Артында орын өте көп және орындықтар жиналады. Негізі менің бір байқағаным 124-ші Mercedes, BMW-ның 34-ші кузовы, Audi 100-бен салыстырғанда да Passаттың арты меніңше үлкен көрінеді. Соның арқасында артыңғы орында орындықтар жиналады. Багаж орны седандарда 870 литрге дейін көбейтуге болады. Ал универсалдың артқы сидениясын жатқызып, багажникте той жасауға да болады. Тіпті кейбіреулердің пәтері де Passаттың багажнигінен кішкентай шығар деп ойлаймын. Әрине бұл әзіл. Сондықтан Passatқа зат салғанда симай қалды дегеннен гөрі машина жатып қалды деген нәрсе көп кездеседі. Минустарға келсем, маған аварийка кнопкасының орналасуы ұнамайды. Бірақтан немістер білмеген шығар, қазақтар аварийкамен рахмет айтады деп. Сондықтан оған ешқандай атап айтарлықтай минусына жатқыза алмаймын. Енді тағы бір проблема лобовойдың терлеуі, көліктің жылмайтындығы туындады ма, онда пештің радиаторын ауыстыратын уақыт келді деген сөз. Оны көбіне көлік иесінің өзі ауыстырады. Себебі ауыстыруға СТО-ға барсаңыз әжептәуір ақша сұрауы мүмкін. Бірақ та ол үшін панельдің барлығын шешуге тура келеді. Passаттың қозғалтқыштары. Passat бөлште қозғалтқыштар өте көп түрлі. Соның ең кішілері 1,6 литрлі 4 цилиндрлі жартылай автоматты карбюратормен RF және EZ болып табылады. Олар 72 және 75 жылқының күшін береді. Бізде әрине ол қозғалтқыштар кең таралмаған. Ал бізде ең көп таралған қозғалтқыштардың бірі ол әрине моноприскті 1,8 литрлі ABS және RP моторлары. Моно қозғалтқыштар өте сенімді және қарапайым болып келеді. 4 цилиндр және 8 клапаны бар. Мотор блоктары шойыннан жасалған. Ат күшінің 90 ғана болғандығына қарамастан тартысы жаман емес, қалаға әбден болады. Енді моно бүркегішке келсек. Сол кезде Audi мен Volkswagen'дардың кең тараған системаларының бірі болып табылатын моноприск тура карбюратор секілді. Бірақтан бүркеу электронды форсунка арқылы басқарылады. Проблемаларына келсем, резинканың кеуіп кетуі, көліктің ескілігіне байланысты датчиктердің істен шығуы, ауа сорып қалу деген сияқтыларды айта аламын. Енді келесі кең тараған қозғалтқыш ол таза инжекторлы 2E моторы. Ол 4 цилиндрлі 8 клапанды таза инжектормен жабдықталған. 115 айғырдың күшін береді. Қозғалтқыш өте сапалы және удачный шыққан. Бұл мотормен Passat жолда өте комфортты жүреді. Одан кейінгілеріне келсек, 16 клапанды қозғалтқыштар, олар 1,8 литрлі KR және 2 литрлі 9A қозғалтқыштары. Олар механикалық инжекторлармен жабдықталған. 136 ат күші әрине Passatқа өте күшті, бірақ та механикалық приск қаншық қою әбден мүмкін. Сондықтан көбісі көтті қысып 1,8 моно ала салады. Ал Passаттардың ішіндегі королі ол әрине 2,8 литрлік VR6 қозғалтқышы. Ол 6 цилиндрлі және 174 асау жылқының күшін береді. Бұл қозғалтқыш өте сенімді болғанымен бізде Қазақстанда тірісін табу өте қиын болады. Себебі алдыңғы егелері әбден итеріп тастаған болуы мүмкін. Бұл мотордың жөндеу жұмыстары қымбатқа түседі және жөндеп болған соң қанша жүретінін тек бір Құдай біледі. Ал егер сіз осындай көліктің иесі болсаңыз, онда сіз бақыттысыз, реально бақыттысыз. Енді турбодизельдерге көшейік. AAZ 1,9 литрлі турбодизель. Бұл моторды елімізде көбінесе орыстардың Volkswagen'дерінен көп көреміз.
Бұл моторлар өте сенімді және жанармайға тиімді, бірақ та өте көп мөлшерде жол жүріп тастаған болуы мүмкін. Көбінесе турбодизельді қозғалтқыштар, былайша айтқанда, жұмыс машиналары, яғни рабочий машиналар болып саналады. Сол үшін олар өте көп жүреді. Қазақтар көбінесе дизельді пассаттардан қорқады, сол үшін көтті қысып қайтадан 1.8 моно алуды жөн санайды. Енді жігіттер, пассаттың коробкасына келсек, пассаттың коробкалары механикалары, яғни 4 және 5 сатылы болып келеді. Негізі интернет желісінен пассат коробкалар туралы көптеген мәлімет ала аласыздар. Механикалық коробкаға ешқандай әңгіме жоқ. Ал автоматқа келетін болсақ, 4 сатылы автомат бар. Ол да сенімді, бірақтан көлікте 30 жылдан асып кеткендіктен жақын арада жөндеуді қажет етіп қалуы мүмкін. Негізі сол баяғы өзіміздің механиканы ала салған дұрыс деп есептеймін. Ал енді соңына келсек, жігіттер, барша сенімділікпен айта аламын, Volkswagen деген сөздің өзі айтып тұрғандай, Passat нағыз халықтың көлігі. Кейбір майда шүйделерді санамағанда Passat B3 өте жақсы ойластырылған көлік. Өте сапалы, сенімді және көптеген жаңа ВАЗ ладалардан қайда жақсы жүреді. Бірақ та жастар оны түсіне бермейді. Тағы да маған не қосар едіңіз? Passat туралы қызықты деректер болса комментарийге қалдырып кетіңіз. Каналыма тіркеліп лайк қалдырыңыз. Қызықтар әлі алда болады. Сіздермен бірге болған Абзик Моторс жігіттер. Ендеше сау саламатта болайық.